Сәлем магистратураға тапсырушы талапкер. Бүгінгі видеомызда тағы да магистратурада келетін грамматикаларды талқылайтын боламыз. Тесттің өзі бітуіне небәрі 10 шақты күндей ғана қалды. Бұның алдында кірген оқушылардың, кірген талапкерлердің айтуы бойынша осындай грамматикалар келді, көп келді деген сол айтулары бойынша сол грамматикаларды талқылап жатырмыз. Бұның алдындағы видеода біз ең көп келген герундия грамматикасын талқылаған болатынбыз. Енді бүгінгі осы видеода өтетін грамматикамыз past continuous, нақ өткен шақ немесе созылмалы өткен шақ деп қазақша тіліне аударуға болады. Енді бұл грамматикада мына жерде енді бұлдырлап көрініп тұр, качествосы бұл маған менің оқушымның, студентімнің жіберген пробный тесттен алынған, магистратураның тестінен алынған суреті. I дегенде when my friend called деген. Осы жерде бізде past continuous, осы біздің өтейін деп отырған грамматикамыз берілген. Енді біз ол грамматика өстіп тестте келген жағдайда оны қалай табамыз? Соның қазір от үйді грамматикасын өтетін боламыз. Енді жалпы past continuous дегеніміз не? Past continuous дегеніміз өзі аты айтып тұрғандай past, бірінші өткен шақ. Бұл өткен шақта болған іс-әрекет. Бірақ енді бұл бізде past simple емес. Past simple деген бізде кәдімгі өткен шақтың өзі тұғын. Бірақ бізде past continuous созылмалы өткен шақ. Яғни созылмалы өткен шақ деп не айтқысы келіп тұр бұл жерде? Бізде мына жерде time period, мына жерде time period көрсетілген. Осы time periodқа қарасаңыздар, сол time periodты үшке бөліп қойған. Past өткен шақ, present осы шақ және future келер шақ. Енді біздің өтейін деп отырған грамматикамыз бізде past simple, past continuous өткен шақта болып жатқан нәрсе. Енді мынау past simple мен past continuous'тың екеуінің айырмашылығы, past simple өткен шақта болған іс-әрекет, яғни болған және біткен іс-әрекет. Ал past continuous сол кездегі жасап жатқан сіздің процесіңізді көрсетеді. Мысалға, кеше мен сағат 5-те мысалға тамақ ішіп отырғанмын. Сіз мысалға екі вариант бар айтудың өткен шақта. Сіз тамақ іштім деп айтсаңыз болады, немесе тамақ ішіп отырдым деп айтсаңыз болады. Екеуі де дұрыс, бірақ бірінші тамақ іштім деген ол бізде past simple-ға жатады. Ал екіншісі тамақ ішіп отырдым сол уақытта дегеніміз ол бізде процесті көрсетіп тұр. Сол кезде сіздің істеп жатқан іс-әрекетіңізді көрсетіп тұр. Мысалға мен сол уақытта кеше сағат 2-де мен телевизор көріп жаттым. Немесе мен душқа түсіп жаттым. Немесе мен бассейнде жүзіп жүрдім. Сол кезде сіз осы телевизор көріп жаттым дегендеріңіздің барлығы бізде процесті көрсетіп тұр. Іс-әрекеттің қалай болып жатқанын көрсетіп тұр. Мен түсіп шықтым деп тұрған жоқпын. Түсіп жаттым, мысалға тамақ пісіріп жаттым деген сияқты мен сол кездегі процесті айтып тұрмын. Сол процесті айтатын болсаңыз, сіз осы past continuous грамматикасын қолданасыз. Енді бұл грамматикада формуласы қандай? Ең бірінші біз формуласын білуіміз керек, чтобы сол тестте табу үшін. Бұның формуласы бізде was және were деген көмекші етістіктен тұрады. Енді ең бірінші айта кетейін, was, were дегеніміз біздің to be деген кәдімгі біздің am, is, are деп өтеміз ғой осы шақта. Соның осы to be-дің өткен шағы. To be-ді өткен шаққа айналдырған кезде бізде was, were шығады. Сонда бізде was, were деген өткен шақ, болдым деген мағынаны білдіреді. Енді was, were-ден кейін біз verb деген бізде етістік деген мағынаны білдіреді. Verb етістікті қолданамыз, және де сол етістіктің соңына ing жалғауын жалғаймыз. Біз білеміз, ing жалғауы процесте жалғанады. Созылып жатқан, бір іс-әрекеттің жалғасып жатқан екенін көрсететін болсақ, біз осындай ing жалғауын жалғаймыз. Енді бұл жерде бізде формуласы көрсетілген. Енді келесі, ал сөйлемді қалай құрастырамыз? Енді бізде екі көмекші етістік бар. Was және were. Ол екеуі екіге бөлінеді. Біз I, мен, he, ол ұлдарға, she, ол қыздарға, it, ол заттарға немесе жануарларға айтқан кезде біз осы мен, ол дегеннен кейін біз was деген көмекші етістікті қолданамыз.
Was деген яғни жекеше түрге қолданылады, иә? Мына жерде байқасаңыздар, мен деген бір адам, ол деген бір адам, иә? Енді was дегеннен кейін, қолданғаннан кейін, біз міндетті түрде бір етістікті қоямыз. Мысалға, sing, өлең айту, play, ойнау, read, оқу деген сияқты белгілі бір етістіктерді қоямыз да, сол етістіктің соңына не жалғаймыз? ing жалғауын жалғаймыз. Сол біздің ing мынау жалғауымыз біздің мына іс-әрекеттің процесс екенін көрсетіп тұр бізге. Енді I was singing. Мен өлең айтып жаттым. He was playing. Ол ойнап жатты. Сол уақытта, иә? She was reading. Ол сол уақытта кітап оқып жатты. Кітап оқыды деп тұрған жоқпын, оқып жатты. Соның оқып жатқанын, сол процессті көрсетіп жатыр. Иә? It was writing. Ол жазып жатты. Иә? Яғни жазды емес, жазып жатты. Процессті көрсетіп отырмыз. Енді wasдан бөлек бізде тағы екінші көмекші етістігіміз бар. Were деген. Were дегенде бізде өткен шаққа айналдырғанда болды деген мағынаны білдіреді. You, we, they. Осы үшеуінде біз осы were дегенді қолданамыз. You деген бізде сен, сендер, сіз, сіздер деген төрт мағынаны білдіреді бізде. We деген біз, they деген олар. Осы үшеуінде біз we деген көмекші етістікті қолданамыз. You were, we were, they were. Енді одан кейін біз тағы да дәл жаңағы wasдан кейін қолданған сияқты етістік қолданамыз. Сол етістіктен кейін ing жалғауын жалғаймыз бұл жерде де. Мысалға, you were singing. Сен өлең айтып жаттың. We were playing. Біз ойнап жаттық. They were reading. Олар кітап оқып жатты деген мағынаны білдіреді. Енді мына жерде біздің талқылағанымыз бұл бізде болымды сөйлем. Positive. Болымды сөйлемдер. Енді бізде бұдан бөлек енді негатив, болымсыз түрі бар. Болымсыз түрі, яғни мен істеген жоқпын деген мағынада. Бұл жерде оп-оңай жаңағы қолданылған was немесе were көмекші етістігінен кейін біз тек not, жоқ деген сөзді жалғаймыз. Мысалға, I was not singing. Мен өлең айтып жатқан жоқпын. Сол кезде мен уже іс-әрекетті істеп жатқан жоқпын деп білдіреді, иә? He was not playing. Ол ойнап жатқан жоқ. Ол іс-әрекетті істеп жатқан жоқ екендігін көрсетіп тұр, иә? Сол сияқты біз was not деген сөзді екеуін біріктіріп wasn't деп қысқартып жіберсек те болады. She wasn't reading. Ол оқып жатқан жоқ. It wasn't writing. Ол жазып жатқан жоқ. Енді дәл сол сияқты were деген көмекші етістіктен кейін біз not жалғауын жалғаймыз. You were not singing. Сен өлең айтып жатқан жоқсың. We were not going. Біз бара жатқан жоқпыз. Иә, сол кезде, өткен шақта. They were not playing. Олар ойнап жатқан жоқ. Сол кезде ойнап жатқан жоқ еді. Иә? Енді дәл жаңағы was not сияқты were not екі сөзді біз біріктіріп жібереміз. Сөйтіп, weren't деген бір сөз шығарамыз. Қысқартып. You weren't playing. Сен ойнап жатқан жоқсың деген қысқарған түрі шығады. Енді бұл бізде болымсыз түрін жасадық. Енді мен сіздерге past simple мен өткен шақпен past continuous созылмалы өткен шақтың екеуінің айырмашылығын түсіндіргім келіп тұр. Өйткені біз жаңа тестте байқағанымыздай бізге әдейі шатастыру үшін мына past simple'дан да және past continuous'дан да мысал беріп қойған. Сізге мына past continuous'ты береді, бірақ ішінде варианттарға мына past simple'ды беріп қояды. Әдейі сізді шатастыру үшін. Иә? Енді екеуінің қандай айырмашылығы бар? Мысалға, past simple'да сіз I ate dinner. Мен кешкі асты іштім деп айтасыз. Ал past continuous'та I was eating dinner. Мен кешкі асты ішіп жаттым.
Енді бірінші қарап тұрсаңыз, ең бірінші айырмашылығы екеуінің мағынасында. Мына жерде іштім деп тұр, тамақты іштім деп тұр, ал мына жағында мен ішіп жаттым, тамақтанып жаттым деп біз процесті көрсетіп тұрмыз. Іс-әрекеттің болып жатқанын көрсетіп тұрмыз. Әлі бітпегенін көрсетіп тұрмыз. Ал екінші айырмашылығы I ate dinner дегенде біз мынау жеу дегеннің өткен шақтағы екінші формасын қолданып тұрмыз. Өткен шақта. Бізде irregular verbs деген бар, бұрыс етістіктер. Сол бұрыс етістіктердің біз екінші түрін қолданып тұрмыз. Ал past continuous'та біздің формуламыз мүлдем басқаша. Біз біріншіден was деген көмекші етістікті қостық. Одан кейін біз кәдімгі осы шақта тұрған жеу деген мына eat деген етістікке ing жалғауын жалғадық. Формуласы мүлдем басқаша болды, екеуін қарап тұрсаңыздар. Мысалға, he wrote a book. Ол кітап жазды. He was writing a book. Ол кітап жазып жатты. Кітап жазды, яғни жазып бітірді. He was writing a book. Кітапты жазып жатты. Оны біз бітірді ма білмейміз, бірақ сол кезде жазып жатқанын білеміз. Мына жерде процесті көрсетіп тұр. Тағы да айта кететін нәрсе, екеуінің формуласы екі түрлі болып тұр. He wrote. Wrote дегеніміз бізде write деген жазудың екінші түрі, екінші формасы. Өткен шақтағы. Ал мына жақта he was writing. Write деген осы шақта тұрған іс-әрекетке ing жалғану арқылы жасалып тұр. Ең басты айырмашылығы осы. Ең бірінші мағынасында және де екінші формуласында айырмашылығы. Тағы да бір түсіндіріп өтетін болсақ, ең бірінші past simple'да жаңа мен айтып өткендей completed actions. Completed actions деген біткен іс-әрекет. Яғни ол іс-әрекет бітті. Мысалға, they went to the cinema yesterday. Кеше олар кинотеатрға барды. Яғни барды және келді. Іс-әрекеттің біткенін көрсетіп тұр. Ал мына жерде interrupted actions, specific time, parallel actions деген. Specific time, яғни белгілі бір уақыттарда жалғасып болып жатқан процесс. Іс-әрекеттің жалғасып жатқанын көрсетіп тұр. Мысалға, I was watching YouTube. Мен сол кезде YouTube көріп жаттым. I was watching YouTube when the phone rang. Мына сөйлемге қарасаңыздар, бізге бір сөйлемнің ішіне мынау past simple'ды да, және де мына past continuous'ты да екі шақты бір сөйлемнің ішіне қосып қойған. Ең бірінші мынау was watching дегеніміз мына past continuous, және де phone rang, телефон шырылдады дегеніміз мынау past simple. Екеуін бір сөйлемге қосып қоюға болады. Бірақ ол кезде сіз мағынасын түсінуіңіз керек. I was watching YouTube when the phone rang. Телефон шырылдаған кезде мен не істеп жаттым? YouTube көріп жаттым. Енді қараңыз, сіздің YouTube көріп жатқаныңыз ол ұзақ процесс. Мысалға, сіз YouTube'ты жарты сағат көресіз, немесе 1 сағат көресіз, ол бізде мынандай ұзын процесс болып жатыр. Сол сіздің 1 сағат YouTube көріп жатқан кезіңізде ортасында телефоныңыз шырылдады. Сол ортасына кіріп кеткен, шырылдап атқан осы телефон бізде past simple, өткен шақта болады. Өйткені ол шырылдады, біткен іс-әрекет. Ал сіздің жалғасып жатқан жаңағы телевизорды, YouTube'ты көріп жатқаныңыз ол процесс. Ол бізде past continuous пен жүреді, ол бізде ing мен жүреді. Екеуінің айырмашылығы осы. Жалғасып жатқан іс-әрекетті сіз ing жалғану арқылы айтасыз, ал соның ішінде жалғасып жатқан іс-әрекеттің ортасына кіріп кеткен іс-әрекетті, мысалға, мен тамақ істеп жатқан кезде қонақ келді. Мысалға, мен тамақ істеп жатқан кезде мамам хабарласты. Мен үй жинап жатқан кезде телефоным шырылдады. Деген сияқты, Сіздің үй жинап жатқаныңыз ол процесс, телефоныңыздың шырылдағаны ол past simple, өткен шақ. Осылай сіз екі шақты бір сөйлем арқылы түсініп ала аласыз. Сіздерге осы видео түсінікті болды деп ойлаймын. Осы шақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де осы грамматика сіздерге түсінікті болса, осы видеоға лайк басып, өзіңіздің тағы да достарыңызға таратыңыз видеоны.
менің каналымна колокольчик басып қойыңыз, тағы да сіздерге видео шыққан кезде бірден алғашқы болып көрушілерден боласыз, иә. Енді осы грамматика түсінікті болса, бағанағы біздің тестімізге қайта оралайық. Бізге тестте, магистратураның тестінде осындай сұрақ берілген болатын. When my friend called. Менің досым хабарласқан кезде мен не істеп жаттым? Ал енді тауып көрейік. Was sleeping, had slept, slept, am sleeping. Біздің ережеге сәйкес келетін болсақ, бізде жаңағы ереже бойынша was және де ing жалғанған етістік дұрыс. I was sleeping when my friend called. Менің досым хабарласқан кезде мен ұйықтап жатқан едім. Сіздің ұйықтап жатқаныңыз осы процесс, ал досыңыздың хабарласқаны past simple, өткен шақ. Енді сізге тестте келген жағдайда осы past continuous формуласын, past continuous грамматикасын сіз бірден таба аласыз деген үміттемін. Видео ұнаса, осы грамматиканы менің түсіндіргенім ұнаса, видеоға лайк басып кетіңіз, комментарий жазыңыз, сұрақтарыңыз болса, комментарийға сұрақтарыңыз жазыңыз, мен сіздің комментарийіңізға жауап беретін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.